Баршаңызға қайырлы күн. Аналар, жаңа жылдық дастарханыңызда көздің жауын алатын, дәмі тіл үйіретін өте пайдалы әрі дәмді испанский чизкейк дайындаймыз. Бізге керегі творожный сыр, екі түрлі фирманы пайдаландым, Хохланд және Бонфеста. Кукурузный крахмал, глютенсіз түрін пайдалансаңыз болады, Гарник фирмасыныкі бар. Лимон шырыны және сироп топинамбуры экодомнан алдым, бағасы 1500 теңге тұрады. Сливки 33%, менде Чудское озеро және 4 жұмыртқа. Ыдысымызға творожный сырды, сироп топинамбурыны құйып, миксер немесе венчиктің көмегімен асықпай араластырып шығамыз. Одан кейін кукурузный крахмалды салып тағы да араластырамыз. Лимон шырынын бөлек сығып алып, ыдысымызға құйып, массамызға қосып, тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. 4 жұмыртқаны бөлек ыдысқа жарып аламыз да шанышқымен жақсылап араластырып, массамызға қосамыз да венчикпен тағы да араластырып шығамыз. Ал сливкиді осылай 3-4 рет бөліп құйып араластырғанымыз дұрыс, себебі бәрін құйып жіберуге болмайды. Піскен кезде араласпай қалып ағып кетуі мүмкін. Осылай жай ақырындап араластырып аламыз да формамызға пергамент төсеп массамызды құйып аламыз. Пергамент биіктеу болғаны жақсы, піскен кезде масса көтеріліп ағып кетпеуі үшін 230 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Масса осылай чизкейгіміз жартылай аздап күйіп пісуі қажет. 4-5 сағат комнатный температурада суытамыз, содан кейін 5-6 сағат тоңазытқышқа қоямыз, содан кейін барып пергаменттен босатып, қалауыңызша жидекпен сәндеп, осылай сүйсініп жесеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын.